Талдықорған қалалық балалар кітапханасы 1960 жылы 1 шілдеде құрылды. Кітап қоры 114 мың дана. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Балалар жылы аясында кітапханада ертегіші клубының қойылымдары, ақын жазушылармен кездесулер, отбасылық оқулар және оқитын ұлт жобасы аясында көптеген ауқымды шаралар өткізілді. Балалардың негізгі жүретін орындарының бірі саябақтарға барып, олардың кітап оқуға құмарлығын ояту және кітап оқуға шақыру мақсатында саябақта оқимыз жобасы жұмыс жасайды. Нәтижесінде балалар таза ауада серуендеп демалады және ертегілердің кейіпкерлері болып киінген кітапханашылар балаларға таңдаған ертегілерін дауыстап оқып, олардың кітап оқуға деген қызығушылықтарын оятты. Сиқырлы рюкзак жобасы аясында оқырмандарды кітап оқуға шақыру, қызықты, қиял-ғажайып кітаптарды, ертегілерді насихаттау мақсатында кітапханашылар балабақша, ойын-сауық орталықтары, балалар топтасқан аялдамалар сияқты орындарға барып, оларға кітаптар мен тілектер, пікір жазатын дәптерлер береді. Сиқырлы рюкзак жобасы балалардың кітап оқуға ынтасын арттырып, өз ойын еркін жеткізуге, тіл байлығын көтеруге көмектесті. Балаларды кітап оқуға ойлау қабілетін дамыту және кітапты таңдай білуге баулудың бірден-бір жолы кітапханада ұйымдастырылған оқимыз, ойлаймыз, таңдаймыз жобасы. Бұл жоба балалардың сөздік қорын байытып, кітаппен жұмыс істеу дағдыларын дамытып, кітапқа ұқыпты қарауды және кітапты таңдай білуді үйретті. Қорыта келгенде кітапханада оқитын ұлт жобасы аясында және әртүрлі бағыттағы ұйымдастырылған шаралар оқырмандардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттырды.